Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен Тока Бока түсіретін боламын. Яғни Тока Бокадан жаңа сериал Бай қыз деген сериалды түсіретін боламын. Бұл жаңа сериал бірінші бөлімі. Достар, мен көп күн видео түсірмей кеттім. Сондықтан да неғып екенін айтпақ қояйын. Сіздер лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Кеттік. Соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Той, будильник болып жатыр ма? Той, ұйқым келіп тұрған еді өзімнің. Той, кеше ерте жату керек еді. Жарайды, бет-қолым жуып келген. Так, бет-қолым жуып келдім. Тез-тез киініп боянайын. Такс. Бірінші киініп ала салайын. Той, қандай киім кисем болады екен? Маған киім алу керек. Бүгін барып киім әкелейін. Так, қайсы киімді кисем болады екен бүгін? Мына киімді кием ба? Жоқ, бір түрлі тұр. Мына киім әдемі сияқты осыны кие салайын. Так, сумкемді алайын. Неға қоя салайын. Ақшамды тоже алайын. Керек емес тұра берсін. Ключімді тоже алып алайын. Так, боянып алайын. Так, боянып болдым. Енді тез шығайын. Тамағымды кафеден іше саламын. Телефонымды сумкама салып алайын. Такс. Болды, үйден шығайын. Такс, үйден шықтым. Есікті құлтадым. Енді тез шақырайын. Алло. Ой. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сізге такси керек ба? Я. Қайға? Той, мен үйім, көшем қайеті? Пушкин, 6-шы дом, 7-шы подъезд. Аха, қазір 5 минутта барадым. Аха, рахмет, сау болыңыз. Ол міне 5 минут өтті ғой, кеп қойыпты ғой. Қой барайын машинаға. Так, сағат қазір қанша болды екен? Ой, үлгерем әлі 1 сағат бар ғой. Қазір кофемді ішіп алайын. Сосын ары қарай жоқ, 1 сағат емес. Жарты сағат бар екен ғой. Ой, үлгерем ғой. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кофе бар ма бұл жерде? Я, бар. Мына жақта толып тұр ғой. Қай түрінен ішіз? Такс. Мынау жүрек шені бере берін, сердечкан. Аха, жарайды, қазір 5 минутта дейін болады. Міне кофеңіз. Аха, рахмет. Сосын тағы бір нәрсе заказ етейін деген едім. Андай десерт, немесе тағы бір азанға шайға, немесе тамақ жегенге бір нәрсе бар ма? Булушка дегенде. Ондай бар ғой, қазір әкеп берем. Міне круассан, осыны круассан. Болды. Аха, рахмет. Тез-тез шайымды ішіп алайын. Ұйтпай кофемді дегенім. Такс. Бағасы қанша теңге болды? Так, сіз
Сіз не алған едіңіз? Бір кофе және жаңағы круассан, бір булочка. Так, 5.000 теңге болды сізден. Аха, қазір отырам. Номеріңізді айтыңыз. 805 326 85 96. Аха, такс. Мені лақтыр жерін. Рахмет, сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Рахмет, сау болыңыз. 15 минут қалдым. Тез барайын мен. Қыздар, үшеуміз бірдей киініп алыппыз ғой. Я, маған мамам сатпай берген. Мен өзім сатып алғам. Мен де өзім сатып алғаммын. Сендер қанша теңге алдыңдар? Мен примерно 5.000 теңге дейм. Менікі 6.000 теңге. Сендерді арзан екен ғой. Мен примерно 30.000 ба сондайға алғам. Ойбай, қымбат қой. Сол ғой. Жоқ, арзан ғой. Сендер одан сайын арзан қалған шығарсыңдар. Бұндай негізінде 100.000 теңге ау. Мен ана кезде Дубайға барып келгем. Күшті ғой. Я. Қой отырақ, қазір апай кеп қалады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Кітаптарыңды ашыңдар. Бүгін жаңа тақырып өтпейміз. Кеше жаңа тақырып өттік. Бүгін кешегі тақырыпты өтеміз жалғастырып. Ал кешіріңіздер. Қазір мен бір есепті көрсетемін, жазам неқа, ал соны кім маған шығарып береді. Қазір мен жазып алайын, сосын шығаратын адамдар шығарады. Достар, қазір мен уақытшаға бұл сериалды стопқа қоя тұрайын. Ал достар, мен қазір осы есепті шығаратын кезде өтірік жаза салам, өйткені мен 6 сыныппын. Ал бұлар универде оқиды, сондықтан мен қандай есеп беретін білмей тұрмын. Сондықтан любой бір А2, А плюс Б деген сияқты любой есеп бере салам. И оның жауабын өтірік былай жаза саламыз. Ал сіздер ойлап қалмаңыздар. Бұл шын жазды, білмейді деп ойлап қалмаңыздар. Ал біз онда сериалымызды жалғастырайық. Жауабын кім айтады, кім жазады? Такс. Аружан беркеш. Апай мен ба? Я, енді сен ғана ғой Аружан. Бізде тек бір Аружан ғой. 10 Аружан емес. Кел, шық, тақтағанына есеп шығар. Жарайды. Жауабы... Апай дұрыс па? Я, дұрыс. Отыра ғой, саған 5. Ал балалар міне осы Ал балалар міне бәрін сендерге түсіндірдім. Енді түсінбегендер бар екен, кеше түсініп алмапты. 4 қыз сендер. 3 қыз жақсы түсінбаған. Тақтаға шығып бәрін айтып аттыр осы 3 қыз. Сен 4-еуін жақсы қатысып атқан жоқсыңдар. Такс, балам, не істеп отырсың? Кел яқа. Мама. Тыныш отырсай, позорым шығармай. Болды балалар, оқушылар, қыздар. Осымен сабағымыз аяқталды, 2 сағатымыз уже өтіп кетті. Ал сау болыңдар. Қыздар, давай ертең кафеге барайық. И ертең сағат не знаю, сағат қаншада баратымыз ертең айтамыз, енді ақылдасамыз. 30.000 теңгеден шығарамыз. Өлі, ондай ақша бізде жоқ қой. Сол ғой. Той. Жарайды, өзім төлеп берем сендерге. Шын ба? Қой бер, өзіміз төлейміз, ят қой. Жоқ, өзім төлей салам, ақшам көп қой. Ютубтан ақша табам, тиктоктан, бүкіл нәрселерден ақша табам ғой мен. Күшті ғой.
блогермін десем. Я так, еще менің ата-анам да бай, прям үйдегі бәріміз баймыз ғой. Мен бөлек тұрамын, өзім квартирада. Мамам, папам екі этажды үйде тұрады, екеуі бірге. Ағам бар, бәрі бар. Мә күшті ғой, сен үйінде тұрғым келеді, мен асырап алсай, оданша. Ой, қатырасын. Достар, мен онда кеттім, үйге қайтайын. Ай, такси шақырту керек. Еще таксиге 10.000 теңге төлеу керек қой. Өлі, біз өзіміз 2.000 теңге төлейміз ғой. Білмеймін, мен 10.000 теңге төлеймін. Жарайды, қыздар, мен кеттім, давай. Достар, осымен менің сериалым аяқталды. Соны дейін көргендеріңіз үшін өте көп рахмет. Және де достар, мен туған күнім жақындап келе жатыр. Мен туған күнім ақпанның 21-і, яғни ақпанның 21-не дейін менің подписчигім 1000-ға жету керек. Сондықтан, пожалуйста, достар, 1000 подписчикке тез жеткіз тастайықшы, өтінемін. Мен өзім туған күнімде 1000 подписчикке жеткім келеді. Және білмеймін, бен тоторпен 1000 подписчикке құттықтай ма, білмеймін. Оны көре жатармыз. Ол туралы влог та саламын. Сондықтан сіздер маған подписка жасаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Ал всем пока-пока.